Салафит пен атеист диспутқа түссе кім жеңеді? Данияшсыз. Бұл жерде атеист жеңуі мүмкін әбден. Неге? Өйткені ол өйткені салафи адам ол атеист адамға Бұл жерде ана Құран айтылмайды. былай күлу емес. Ондай нәрседен сақпыз. Бұл жердегі мақсат олар ақылды қолданбайды ғой. ақылды қолданбайды. Ол атеист адамға Құран айта алмайды, хадис айта алмайды, Ибн Таймия айта алмайды мысалға. Ол көп айту мүмкін. Бұл әлем жаратылған екен дәлелдеп бер деген сияқты. Бірақ мен алдын осы Иордания жүрген кезде ғой Дәуренбек. Не түсірдім да мен? Рилс түсірдім. Атеист. Как раз ана бір кісі шықты ғой. Кім еді? Индиядан. Аты кім еді? Айтып жіберсеңізші. Білмейсіз ба? Шамайл. Сол шыққан кезде мен айттым да осы Шамайл секілді орнына бір салафи уахаби шыққанда жеңілерден желдеше мұсылмандардың абыройын төгіп деген секілді. Сөйтіп астына жазған ғой біреулер. Жоқ, біз мен өзім салафитпін, логиканы жоққа шығармаймын дейді. Сонда салафиттерде де логиканы жоққа шығармайтындар бар ма? Қазір соңғы кездері олар үйреніп жатыр. Үйренсе олар уже ахлі сүнна қайтады деген сөз ғой енді олар. Иншаллах. Үміт етеміз. Демек бізде теологтардың басты мақсаты оларды ақида неге мантыққа отырғызу керек екен ғой, иә? Сол өзі қайтады тез, иә? Біздерге лайфхак. Жалғастыра беріңіз ары қарай. Шықса кім жеңеді? Әрине ол атеист ол. Гонорарына қараймыз. Ол атеист мысалға ақыл тұрғысынан бұл әлем жаратылған, Алла жалғыз деген нәрсені маған айтып берші десе, ол не дейді? Ол еш нәрсе дей алмайды ғой. Өйткені ол ақылды мүлдем қолданып үйренбеген, ақылға сүйенбеген, ақыл деген ол ақылға берілу, адасу деп есептейтін адам. Қалай ол атеист адамға бір нәрсені бүйтіп түсіндіріп бере алады? Егер ол ақылды қолданып атеистпен диспутқа түссе, демек мықты нені қолдану керек біздегі? Біздің сөздерді жоққа шығармау керек. Ережелерді. Иә, тәуіл мәселесінде деген секілді. Иә. Сіз не дейсіз болған қатысты? Толықтай қосыламын. Негізі неге? Өйткені жалпы атеистермен таласқан кезде жалпы негізі сен Құран хадистерді алып келе алмайсың да, шариғи сөздерді қолдана алмайсың. Өйткені біз не үшін Құранды сүннетті мойындаймыз? Өйткені Аллаға сендік. Ал Аллаға сену үшін біз ақылды қолдану арқылы жан-жағымызға қарап ой жүгіртіп келдік. Енді оларға да дәл солай да. Сол үшін де ол ережені қолдана білу керек болады да бәрібір. Раббына тапсыру үшін. Сіздерді нұсқаймын, егер де бір салафит шығып мен мантықты логиканы қолданамыз, біз сендерге жалғасын десе, сіздерді нұсқаймын адрестеріңізді. Егер де жоқ, бірақ Данияшсызда Инстаграм жоқ. Егер мантықты қолданса, демек ол уже салафи емес. енді ол жерде салафи емес. Ақыл тұрғысынан бір дәлел алып келу Құран кәрім өзінде де айтылған ғой. Ибрахим пайғамбар жаңа бұттардың барлығын сындырып, балтаны ең үлкен пұтқа іліп қою деген сияқты. Бәрі ақили дәлел емес па? Егер ай батып кететін болса, мен оған табынбаймын деген сияқты бәрі ақили дәлел. Негізгі проблема қайдан шығып отыр? Негізі мантықты жалпы олардың не үшін жоққа шығарады? Өйткені ол философия дейді. Ұстаздар грек философиясынан келген нәрсе деп сол үшін жоққа шығарады. Енді олар былай айтады да қазір сізге. Комментарий жазу мүмкін, кітап ашылатын бір шала сауаттылар болады ғой. Сендердің өздерің ғалымдардың фәлсафаны оқуды арам деген ғой деген секілді. Айтын отырмын, иә. Не үшін оны айтты? Өйткені ол қай кезге дейінгі болған нәрсе, соған қарау керек та. Өйткені ол мысалы имам Науауи секілді, Ибн Салах секілді мысалы мантықтың басында келеді ғой. Иә. Солямда келетін нәрсе. Харам деді ғой деген секілді. Неге деді? Өйткені ол кезде философиямен араласқан түрі еді. Одан кейін мысалы имам Ғазали секілді біздің мысалы өздеріміздің ғалымдарымыз философияға қатысты болған сенімді исламға қайшы келетін алып тастады, тек қана таза мантықты қалдырды, таза логика. Ешқандай адамның жаңа ақылына қайшы келмейтін таза логиканы қалдырды. Сондықтан ол таза өзімізге шариғатқа қайшы келмейтін нәрсе. Сол үшін біз соны айтамыз. Философия ешқандай қатысым жоқ. Әдемі. Алып қосарыңыз ұстаз? Алып қосар бұл жерде оқыған барды айтайын деп па? Айтыңызшы. Біз айтамыз ғой, дәлел екі түрлі болады, нақли және ақли деп. Соған ғалымдарымыз негіз дәлел келтірген екен. Мүлік сүресіне қалу ләу күнна насмау нақил деп келтіреді. Егер еститін болсақ, немесе ақылға салатын болсақ деген кезде, біз жаңа тозақтықтардан болмаймыз деген аят келтіреді. Сонда ол ақли деген дәлел бар, нақли деген екеуі де дәлел бар. Екеуі де дәлел ретінде шариғатымыз қолдаған деген сияқты. Аятты дәлел келтірген. Әдемі. Алла разы болсын ұстаздар.